Манолдың мотоциклетный майы почему-то қызыл болып тұр деп маған видеоны жіберген бір бала. Қызыл түсі болу керек па деп. Мен былай қарадым, негізі манолдар бізде көбінесе сарышыл оттенокпен жүреді. Сосын канистрадан қарадым, манолдың эксперттерімен ақылдастым. Именно канистра ол манол 4-ті мотор байк екен. Мысалы, біздегі манолдар міне обычный 4 такт плюс осылай жүреді. Сатып алған баланың манолы ол 4-ті мотор байк. То же самое линейка, бірақ сапасы сәл жоғарылау сол мотор байк дегеннің. Айттым, что уайымдамаса болады деп, потому что айтады, мен соны құйып едім. Негізі бұл подделка емес па дейді. Подделка емес, манолдың мотор майлары бөлінеді. 4 тактың өзінің осында 2 түрі. Мысалы, мынау SL допускпен осы сендерге көрсеткен, обычно 4 такт плюс SL допуск, ал бағанағы 4-ті мотор байк, ол получается SN допуск. Ол қызылда болуы мүмкін, потому что жақта уже басқа компонент, присадка, базовый май сәл жоғарылау сапада жасап бір күмән болмады, потому что манолдың эксперттерімен ақылдасып уайымдамасаңдар болады. Негізі манолдың мото майлардың еще мотор байк деген түрі бар деп.